Барлығына сәлем. Қазір біз CMS арқылы веб-сайт жасауды үйренеміз. Алдымен CMS деген не екенін ұғып алайық. CMS деген Content Management System, яғни қазақша аударсақ, контентті басқару жүйесі. Қарапайым тілмен айтқанда, біз CMS арқылы веб-сайтты құрып, оның әр бөліктерін өңдеуге болатын дайын құрал деп айтсақ болады. CMS-тің түрлері өте көп. Мысалға келтірсек, WordPress, Joomla, Drupal, Wix және тағы да басқа түрлері өте көп. Солардың арасындағы ең көп қолданылатыны және ең танымалы WordPress болып есептеледі. WordPress-пен жұмыс жасамас бұрын бізге локалды веб-сервер керек. Солардың бірі Examp. Сол үшін алдымен Exampты жүктеп алайық. Exampты орнату үшін Google-ға кіріп, Examp скачать деп жазамыз. Официальный сайты apachefriends.org-ға кіреміз. Осы жерде скачать деген кнопканы басамыз. Мен оны баспаймын, өйткені менде Examp орнатылған. Exampты орнатуда ешқандай қиындық туындамауы керек. Examp бізде локальный диск C-да по умолчанию осы жерге орнатылады. Examp деген папка, астыға түссек, exampcontrol.exe деген файл бар. Осы файлды ашамыз. Мынау біздің Exampтың интерфейсі. Осы жерде WordPress-пен жұмыс істеу үшін бізге Apache мен MySQL-ды қосу керек. Ол үшін қасындағы старт деген батырмаларды басып шығамыз. Веб-серверіміз дұрыс істеп тұрған тексеру үшін браузерде өтіп, localhost деп тереміз. Егер сіздерде осындай веб-парақша ашылса, Examp дұрыс орнаттық деген сөз. Келесі кезекте WordPress-ті орнатамыз. WordPress-ті орнату үшін қайтадан Google-ға өтеміз. WordPress скачать дегенге басамыз. Официальный сайтынан wordpress.org сайтынан жүктейміз. WordPress-тің файлын Exampтың ішіндегі htdocs деген папкаға жүктейміз. Файл жүктелгеннен кейін Examp папкасының ішіне кіріп, htdocs-қа кіріп, осы жердегі қалған керек емес артық файлдардың бәрін жоюымызға болады. WordPress жүктелгеннен кейін оны архивтан шығарамыз. WordPress папканың ішіндегі барлық файлдарды Ctrl-X пен вырезать етіп алып, htdocs папкасының ішіне қоямыз. WordPress папкасын удалить етуге болады, архивінде удалить етуге болады. Енді localhost-қа өткен кезде бізде осы страницаның орнына қазір енді WordPress-тің установщигі бізге ашылады. WordPress-ті орнату үшін бізде деректер қорының атауын, имя пользователя, пароль сұрап жатыр. Сол үшін біз ең алдымен Exampты ашып, осы жерде MySQL-ды админ дегенге басамыз. Осы жерде біз создать BD-ны басамыз. Деректер қорының атауын береміз. Создать басамыз. База данных бізде құрылды. Құрылғаннан кейін біз оны WordPress-ке енгізе аламыз. Имя база данныхқа жаңағы база данныхтың атауын береміз. Имя пользователя барлығында root болады. Паспортты егер сіздер Exampтың баптауларында өзгертсеңіз өзгертесіздер. Менде ол жерде қазір пароль жоқ. Сервер база данных localhost немесе сіздердің IP адрестарыңыз болады. Префикс таблица мен VP деп қалдыра берем. Отправить басамыз. Запустить установку дегенді басамыз. Название сайта береміз. Мен жай ғана тест болады. Имя пользователяға өздеріңіз қалаған логиндарды бересіз. Бұл сіздердің WordPress-тің админға кіретін логины. Осы жерде пароль. Логин және парольді енгіземіз. Установить WordPress-ті басамыз. Электрондық почтаны енгізу керек. WordPress біздің веб-серверімізге орнатылды. Войти-ді басамыз да жаңағы ең бірінші енгізген логин және пароль жазамыз. WordPress бізді админ панельге лақтырады. Сайтқа өту үшін перейти на сайтты басамыз.
Бұл WordPress-тің по умолчанию қойылған дизайны. Келесі видеода біз өзіміздің дизайнымызды жасаймыз.